Артық салмақтан арылғаңыз келсе, көмекке келетін сусынның бірі смузи. Есесіне салмақ тастап қана қоймай, ағзаңызды қоректік және табиғи элементтермен қамтамасыз етесіз. Оны үй жағдайында қалай дайындау керегін көрсетеміз, жазып алыңыз. Бізге қажетті заттар: сүт, йогурт, банан, алма, қант және таңқурай. Негізі смузидің түрі көп. Оны осындай жеміс-жидектерден, көкөністерден, шөп-шалаңнан да жасауға болады. Ал біздің таңдау осы болып. Олай болса, біз бастайық. Алдымен алманың сыртын ашимыз. Алманың қабығы смузиге кедергі келтіруі мүмкін. Себебі смузи деген жұмсақтық деген мағынаны білдіреді. Демек, бәрі жұмсақ болу керек. Ал енді блендерімізді дайындайық. Себебі смузи жасаудағы ең басты құрал осы емес пе? Ал енді бананды дәл осылай турап аламыз дөңгелектеп. Жемістерді біркелкі болғанша осылай езіп алу қажет. Біздікі дайын сияқты. Және дәміне қарай қант қосамыз. Ал енді кезекте йогурт пен сүтімізді қосып жақсылап араластырамыз. Дайын. Және смузиге арнайы түс беру үшін құлпынай немесе таңқурай қоссаңыз болады. Смузи дайын, ал енді біз дәмін көрейік. Біздің дайындаған мәзір бойынша үй жағдайында дайындап көріңіздер, өте дәмді. Ескеретін жай, смузиге сұйықтықты көп қоспаңыз. Әйтпесе оның кәдімгі компоттан еш айырмашылығы болмайды. Смузи қою болуы тиіс. Сонымен қатар қоспаны тым күрделі етудің де қажеті жоқ. Нағыз смузиде көп компонент болмайды. Дегенмен бұл сусын түрін күнделікті мәзірде көп тұтынатын болсаңыз, аллергиялық реакциялар туындап сізге зиянын тигізуі мүмкін. Онымен қоса қант диабеті бар адамдардың тұтынбаған абзал.